интеллектуалдық деградацияға апарудың жолы бұл. Адам өзі ойланып жазбаса, композитор музыкасын шығармаса, бұл не заман болып баратыр мысалға. Біз не, сонда біз әлем жасанды интеллекті жасады екен деп, біз соңынан ере береміз ба сонда? Біздің қазақылығымыз қайда, біздің өзіміздің мына интеллектуалдық біздің мүмкіндіктерімізді ашатын жолдар қайда? Мен қорқам шын мәнінде. Мына өткен жолы бір шенеунік жаңағы чат GPT дегенге өзінің материалдарын салып отыр. Сондағы оның мақсаты бастығым тезірек басымнан сипаса екен. Міне берген тапсырманы мен тез орындайын. Ана милерінің қатпарын қозғалғысы келмейді. Бұл жаңағы алмапыс аузыма түстеген жалқау шенеуніктерге жақсы болды. Уақыт өте келе жаңағы ана Сахатұлы айтқандай, бұның барлығы біздің миымыздың шектеуіне, миымыздың ойланбауына, кішіреюіне алып келетін бір процесс секілді. Яғни қазірдің өзінде мектеп оқушыларының арасында ешқандай тапсырманы орындамай, осы жасанды интеллект чат GPT-ға сала салатта тапсырманың барлығы осы екен деп отыра береді. Менің ойымша жаңа айтылды, енді ол студенттерді айтып жатырмыз, ересектерді айтып жатырмыз, бірақ осы мектеп жасындағы оқушыларға қандай да бір шектеулер қойылу керек секілді. Егер бұл шектеу қоймаса, ертең күні сол оқушыларымыз студент болады, еңбек нарығына араласқан кезде, соның зардабын біз 20 жылдан кейін көретін боламыз. Қазақта сөз бар, алыстан ойламаған жақыннан уайым табады деген.